Жеті қыз. Ұлын емізіп жатқан Дариға айналдында тұрған гүлге көз тастады. Перзентханадан өзге келіншектер секілді шалқайып шығатын кезі де болады екен-ау. Тұңғыш қызында ғана құшағы гүлге толып еді. Кейінгі 4 қызында күйеуі Нұрдос гүл сыйламақ былай тұрсын, перзентханаға артынан бармаған еді. Әртүрлі желеуді себеп етіп, перзентханадан шығарда қарасын да көрсетпеген. Міне, енді ұлды болғанда күйеуі мұны табанын жерге тигізбей құрақ ұшып, құшағын гүлге толтырып, арнайы көлік жалдап, үлпілдетіп үйіне әкелді. Адам өзгеремін десе, тез екен ғой. Нұрдос аяқ астынан соншалықты өзгеріп кеткені ме? Кісімсіп, қабағы үйін-түйін болып жүретін күйеуінің бұл күнде езуі екі құлағында. Көңілді, балаға не керек, не әкелейін деп, бір күнде 100 рет хабарласудан жалғатын емес. Жалпалақтап, жас балаша ұшып қонып жүр. Тек күйеуі ғана емес қой, барлығы қуанышты. Бауырларынан бастап, тамыр-таныстарына дейін құттықтауларын жаудырып мәз. Әрине, шаттанатын, тіпті ат шаптырып той жасайтын үлкен қуаныш қой бұл. Той жасауға Нұрдостың шамасы жетеді. Онысын айтқан еді, бұл құптамады. Неге? Ел жұртын шақырып, көппен қуанышын неге бөліспеске? Қуаныш дейсің бе? Ей қайдам. Дариға омырауын еміп жатқан нәрестеге қарап, терең күрсініп алды. Көзінен тырс-тырс тамған тамшы бөпенің бетіне тиіп, онысы тыжырынып қояды. Өзі болса үнсіз егілуде. Айналдында қып-қызыл гүлден көз алмаған күйі бөпесін төсегіне жатқызды. Зіл басқан денесін әрең көтеріп, орнынан тұрды. Иісаңқыған гүлді құшырлана бір иіскеп алды да, айнадағы келбетіне көзі түсіп кетіп, еріксіз мырс етті. Жетістің Дариға, шеттің арманыңа. Ұлды болдың, 9-ың түгенделді. Күйеуің мен дұшпандарыңа ұл алатын дәлелдедің. Ал сонымен, болды ма? Бар арманың осымен ғана шектелген, неткен бейшара едің Дариға. Не істеп қойдың, а? Ал не өзгерді? Нұрдосын құрдай жорғалаған көргің келді ме? Көрдің, сонымен. Деп өзіне өзі сыбырлай үн қатқан ол, еденге отыра қалып, басын тоқпақтады. Күйік аралас күлкімен, өзін сыбаған күбірдің арты айқайлап жылауға ұласты. Дауысты естіп, үйінде жүрген сіңлісі жүгіріп келіпті. Әпкесінің мынау отырсын көріп, саған не болды? Тыныштық па? Неге жылайсың? Не болды? Деп бәйек бола бастады. Тыныштық емес. Неге олай дейсің? Қорқытпашы мені. Дариға не болды? Айтшы, неге жылайсың? Бәсе, бір түрлі болып жүрсің ғой. Сезген едім бірдеңе болғанын. Не болды? 5 қыздан кейін ұл босандың. Бақыттысың ғой. Жездем де қуанып жүр. Менің бар бақытым, бір жапырақ ет артық мынау тіршілік есімен шектеліп қалғаны ма? Жездем қуанып қалыпты ғой. Сволыш десе, бәрі соның кесірінен. Жезден кінәлі бәріне. Сонда мен ұл тумасам, жездеңе түк қадір жоқ біреу болғаным ба? Мен ұл тумасам, жездең басқа қатын алып кетеді екен. Мен ұл тумасам, 5 қызымен көшеде тентіреп қалады екенмін. Солай айтқан маған. Оның әр айтқан сөздер қазір құлағымда жаңғырып тұр. Жек көремін Нұрдасты да, өзімді де. Ақымақ басым-ай. Не болды саған? Ештеңе болған жоқ. Сұрама не болғанын. Ешкімге айтпаймын, айта алмаймын. Өзімен бірге көрге алып кетемін құпиямды. Сұраушы олма менен. Естің бе? Деген Дариға еңіреп жылап отыр. Жездең енді маған бриллиант әперетін болып қалыпты ғой. Керек еді соның бриллианты. Ұл тумасам қыздарыммен көшеде тентіреп қалатындай неге қорықтым екен, а? Ақымақпын ғой. Пытырлатып туа бергенше оқу оқып, жұмысқа неге кіріп алмадым? Жездеңнің қолына қарап телміргенше неге ақша тауып үйренбедім, а? Қайда барамын? Не істеймін? Қыздарымды бағып қағу жалғыз өзіме оңай емес қой. Мен қорықтым. Қыздарының жағдайын ойладым. Мәжбүр болдым. Қалай өмір сүремін енді? Қалай жер басып жүремін? Деген Дариға өз еркімен жасаған былығына енді мән бере бастағандай. Сонша егілетіндей не істеп қойдың, бауырым-ай? Не болып қалды? Айтып өлтірші, не істесең де. Сіңлісі жыларман қалде. Не болған сұрама, айтпаймын. Басымды кесіп алсаңдар да айтпаймын. Болды, не болса да көремін енді. Пешенеме жазылғаны осы екен.
Бұл тірлікке екі дүниеде де жауап беретін тек өзім ғана. Болған істі мойнымен көтеріп, перзенттерім үшін ары қарай өмір сүруім керек. Қазіргі менің халімді ешкімге тіс жарып айтушы olма. Естің бе? Деген Дариға басын көтеріп сіңілісіне қарады. Көздері неткен қорқыныш деді. Өңменнен өтер суық көздер сіңілісін үркітіп жіберді. Сұраулы жанарын қадаған сіңілісі кері шегіне берді. Бір құпиясын іште бүгіп қалса да, әбден шерін тарқатып жылап алған Дариға көз жасын сүртіп, шашын қайта төбесіне түйіп алды. Түк болмағандай бөпесінің қасына келіп, Құдай бере салған өзі, алтын баладан айналдым. Қара балам, дара балам, сен болмасаң не істер едім? Папасының қара алтыны, деп сайрай бастады. Не болғанын түсіне алмай, сіңлісі әлі состиып тұр. Қазіргі жағдайы миы қорыталатын емес. Ойына нелер келіп, нелер кетпеді десеңші. Не қып тұрсың? Мен енді көрдің бе? Шай қойшы, жақсылап шай ішіп алайық. Деген Дариғаның өмірінде жаңа кезең басталды да кетті. 5 қыздан кейін ұлды болған бұл отбасының тіршілігі ел қатарлы қайнап жатты. Біреуден алда, біреуден артта күндерін кешуде. Кәдімгі көп отбасылардың бірі. Сырт көзге солай-ау. Бірақ ұлды болып көзіне шел біткен Нұрдос пен іштей қиналып, көз нұры сөніп бара жатқан Дариғаның ахуалы бұл шаңырақтың іргесін шетінен мүжей бастапты. Отағасының жағасы жайлауда. Ұлынан өзге ештен көрінбейді көзіне. 5 қызының орны жоғалған. Олардың орнын жалғыз өзі қара бала, дара бала, нәресте Жандос басқан. Қыздарының тұңғышы Жәния мүшел жастан асқан. Кейінгі қыздары да оны өкшелеп келеді. Ал жеткіншек жасқа жақындап, әлемі құбылып жүрген бұл үйдің тұңғышы тізгін тартардың пайда бола қалғанын қабылдай алмай жүр. Неге? Онсыз да өздері әке мейіріне шөлдеп жүргенде, енді мүлдем елеусіз шеттеп қалды. Бәрінен де тұңғыш қызға оңай соқпауда. Ұлды болғалы шешесі де біртүрлі өзгеріп кетіпті. Бұрынғыдай емес, көп сөйлемейді. Үнемі ойланып отырады, немесе жамылғысын басына асыра бүркеніп жата береді. Баяғыдай бұлардың шашын өріп, тәтті пісіріп бермейді. Өзімен өзі салы суға кетіп, не нәрсеге де енжар киіп танытып, күнделікті бір тамақтың өзін ілініп салынып, әрең пісіріп береді. Үйдегі қалған бар шаруаны қыздарына тапсырып қойған. Ал Нұрдос керісінше өз күшіне мініп алған. Ұлды болғалы екі көзі шоқтай жанып, тіріле түскен. Жұмыстан келе салысымен ұлын қолын алады. Папалап аяғына оралған кіші қыздарына бұрылып та қарамайды. Бірде ойыншыққа таласып, жылап отырған кенже қызына Нұрдос: "Үніңді шығарма, кетші бар басқа бөлме. Баланы оятасың. Жәния бергел, не істеп жүрсің? Қарасайшы мыналарға", деп ақырды. Ыдыс жуып жатқан жерінен жүгіріп келген Жәнияның осы кездегі әкесінің жат, суық көзқарасы өмір бойы жадында сақталса керек. "Сүметіліп не істеп жүрсің?" деп тұржия қараған Жәнияның жанын аяздай қартқаны да рас. Сіңлілеріне дұрыстап қарамаған үшін, әкесінен бір ұрыс есітіп, ас үйдегі ыдыс-аяқ жуылмаған үшін, анасынан тағы таяқ жеп, жалтақ болған Жәнияның жайын ешкім ойламады. Көзіне іркілген жасты көрсетпей, кенже сіңлісін сүйреген бойда әкесі отырған бөлмеден шығып кетті. Әкесінің ызғар шашы жақтырмай қарауы, жекіп сөйлеуі, көзге ілмеуі, жағдайын бір сұрамауы перзент үшін соққыдан ауыр. Өз үйінде өзінің орны жоқ екен сезіну бала үшін қасірет емей немене. Сіңлісін бұрышқа отырыс қойып, кеселерді жууға қайта кіріскен Жәния жеңімен көз жасын сүртіп қояды. Ал арғы бөлмеден әке шешесінің айқайласқан шаң-шұң дауыстары естілуде. "Немене, жалғыз сен ұл туғанда ертелі-кеш осылай шалжиып жата бересің бе? Міндет етпе маған. Тұр орныңнан, ауыстыр баланың жөргегін", деген әкесінің жуан даусын басы озған анасының шаңқылдаған үні неткен ащы еді. "Мен ауру жатырмын, тыныштық беріңдер маған", деді. "Күміс қатын күнде ауру, неткен бітпейтін ауру. Бір ұл туды екен деп жүрген тұрғаның міндет болды ғой маған. Тек сен емес, басқа қатын да ұл туып бере алады сличо. Немене? Құрып кетсе онда сол басқа қатыныңа. Құрып кетші, көрінбеші көзіме.
Ұлыңды алда кетші, көзіме көрінбей. Тыныштық берші маған. 10 қатынды тудырсаң да, маған бәрібір енді. Деген шешесінің шыңғыра жылаған дауысы естілді. Сірә, әкесі жұдырығын жұмсаса керек. Жәния шыдап тұра алмады. Сіңлілеріне, сендер осы жерде отыра беріңдер, деп өзі анасына қорған болу үшін тістенген бойда әке шешесінің бөлмесіне бет алды. Үлкен әпкесінен қалғысы келмей, кенже сіңлісі де қиғылық салды. Томпаңдап Жәниямен бірге еріп келеді. Сол орында, ас үйдің бұрышында неге үнсіз отыра бермеді екен? Сол орында отыра берсейші. Кішкентай болдығыздың бұл өмірден көрер бар шаттығы дәл осы жерден үзіледі деп кім ойлапты? Әттең-ай, бөлмеге кіріп келген Жәния өз анасын мүлдем жат қырынан көрді. Осылай деп ойламапты ешқашан. Анасы қолына түскен бар затты лақтырып, бөлме ішін астан кестеңін шығарыпты. Шыңғырып сез көрсетуде. Әкесі де қалыспай, оның долы мінезін қара күшімен басқысы келіп, жұлқып, тағы жұдырық жұмсамақшы. Папа, ұрмашы мамамды, деп ортаға кіре кеткен Жәния шәлтіреңдеп анасының алдын тосты. Былай қаш қызым, сен араласатын тірлік емес, кет бұл жерден, деген әкесі мұны шетке итеріп қалды. Ал мына көрініспен өзіне қарай құлап келе жатқан әпкесінен қашамын деген болдығыз кері бұрылып, бар екпінімен есікке қарай ұмтылды. Жартылай ашық тұрған есіктің қырына қатты соғылып, шалқалай ұшып түскен бүлдіршіннің басы енді сынған орындыққа тиді. Кішкене орындықты әлгінде шешесі дуалға лақтырған еді. Ол орындық болдығыздың болашағын талқандамақ болып, қағайырылып еденде күтіп жатты мекен. Сорын құрғырай, сонда да жан даусы шығып шырылдап жатқан кенжесінің халі Дариғаны тоқтата алмады. Кеуін төмпештемек болып, айқайлап жылаған күйі, қолына ілінер зат таппай, айналасына алақтап, үлілі пердені тарта бастады бір кезде. Ал әйеліне мұндай долылық күтпеген Нұрдос бір сәт есін жоғалтқандай. Еденде шырылдап жылап жатқан қызымен, жынына мінген әйеліне кезек-кезек қарап, екі ортада тұрып қалды. Папа қан, Бодидің басы қанап жатыр, деген тұңғышының дауысы бір кезде Нұрдостың құлағына алыстан талып естілгендей болды. Мама, Бодидің басы қанап жатыр, Жәния бар даусымен айқайлады. Көздері әйнек тәріздес болып қалған Дариға кілт тоқтап, өз қызына бөтен жанды көргенде қарап тұрды да, бір кезде жынынан айырылған бақсыдай сұлқ түсіп отыра кетті. Бұл кезде Дариғаның ішінде тұншыққан дерті жанын өртеп бітіп, сыртқа жанартау сықылды атқылаған бет еді. Өкінішпен жан азабының алауы сыртқа шарпып, кеуін өртке орамақ болған. Бірақ жанын жеп біткен бұл алаудың кесірі болдығыздың өмірін бүлдіріп тынды. Басынан қатты соқ қалған сәбидің мүмкіндігі шектеулі болып қалатынын кім ойлапты? Ем ұзақ жалғасты. Әлі қырғынан да шықпаған бөпесін жасанды сүтке үйретіп сіңлісіне тапсырды. Бодиін ауруханада Дариғаның өзі алып жатты. Ұлының жағдайын ойламаса да, болдығыздың жағдайына қатты алаңдады бұл Дариға. Уайым үстіне уайым жамап алған оның көзі жастан құрғамады. Кеуіне күңкілдеп ұрсуды қоятын емес. Сенің кесіріңнен, бәрі сенің кесіріңнен. Осы жағдайға душар болуымызға сен кінәлісің. Осы жағдайға жеткізген сенсің, деп қызын құшақтап алып, тек жылай береді. Сөзімен қимылы азайған періште сәби енді бұрынғыдай бөлмелерді аралап жүгірмейді. Көп сөйлеп миды ашытпайды. Даусын қатты шығарып ән айтып би билемейді. Тете әпкесімен ойыншыққа таласып, еркелеп жыламайды. Еркелігі бөпенің ұйқысын бұзбайды. Оны енді ешкім басқа бөлмеге барып ойнашы, бөпені оятасың деп ұрсалмайды. Қай жерге отырғызса, сол жерде үнсіз отыра беретін болыпты бұл сәби. Көз алдында ең жақсы көретін сіңлісінің мүмкіндігі шектеліп қалғанын көру Жәния үшін де оңай болмай жүр. Әке шешесінің итпен мысықша ырылдасқан ырың-жырың өмірі мен бітпейтін шарт-пұрт айтысы да жеткінше қызды шаршатып жіберді. Әсіресе шешесінің күрт өзгерісіне түсіне алмай жүр. Жандосты дүниеге әкелген неге әкесіне міндет ете береді екен? Ал әкесіне жандос болса болды. Сол баласының қарны тоқ, киімі көк, көңіл күйі көтеріңкі болса, қалғанына алаңдаушылық білдіре бермейді.
Тіпті болды қыздың денсаулығына да үстіртін қарайтын секілді. Уақыт өте жақсы болып кетеді, аман қалғанына шүкір дегенде қойған. Бұл жағдайлардың бәрі желкілдеп өсіп келе жатқан жеткіншек қыздың санасын сансырата берді. Күндер өтіп жатты. Ай сайын ажыраспақшы болып, қайта татуласатын әкесі мен шешесінің бейберекетсіз өміріне бұл үйдің қыздары да көндігіпті. Ажырасқанда Дариға қайда барады? Қалай күн көреді сонша перзентімен? Тілі жыланның уындай ащы болса да, жаман жақсы күйеуі бұлардың жоғын түгендеп асырап отыр. Рас, Дариға талай оқталды ажырасуға. Бала шағасын шұбыртып, төркініне барып бір айда жатып келді. Төркіннен де бөлек кетіп, күнін көруге оқталған. Бірақ ешқашан жұмыс істеп, ақша тауып көрмеген ол перзенттеріне бір үзім нан тауып бере алмап еді. Ырылдарсың, қаппассың, менен жақсы таппассың дегендей, ай өтісімен көгереңдеп кеуіне өзі қайта келіп еді бұл Дариға. Неге мен ғана көруім керек бұл балалардың тәшпішін? Бар ауыртпалықты маған асып қойып, өзің шалқып өмір сүрмексің бе? Армандапсың, асырайсың қыздарыңды. Өз үйімнен мен неге кетуім керек? Деп шаңырағынан енді кетпестей болған. Нұрдос та әйелінің кейінгі кезде пайда болған шайпауыз мінезінен шаршап, ажырасуға бел буып та қойған еді. Тек ұлының жағдайын ойлайтын. Қызары кетер, бір-бір үйдің түтінін түтетіп. Ал ұлы ше? Ұрпағын жалғастырар ұлын олай тентіретіп қоймас. Қандай жолмен болса да, ұлын қолына алу керек. Нұрдос осылай ойлап еді. Қайта келген әйелін енді көкірегінен итермес. Баяғысынша тіршіліктері жалғасып жатты. Елі зайыпты деген аты бар әйтеуір. Ит тірлік. Сол арада Жәния да мектеп бітіретін жасқа жетіпті. Айтысымен шайқасы бітпейтін әке шешесінің өмірі мезеткен бұл қызды. Еркіне салса, өз үйінен безіп кеткісі бар. Мектепті бітірсе, алыс қалаға кететін еді. Мейірімінен алыстатқан әке мен тентек мінезі шешесінен жанын жыраққа алып кетеді. Дәл осы ойын бұрмалап, үлкен қалаға барып жұмыс істейін деп анасына айтып еді. Ол иығын қиқаң еткізгенде қойған, ал әкесі жібергісі жоқ. Мұны ертерек тұрмысқа бергісі келеді екен. Күйеу баланы өзі тауып қойыптымыз. Алғаш рет әкесіне қарсы шыққан сол кезде. Қыңқ етіп үні шықпаған, ешқандай теріс мінез көрсетпеген қызының бедірейіп, оқуға өз күшімен түсе алмадым. Сіздердің мені оқытуға мүмкіндіктеріңіз жоқ екен. Күйеуге беріп, ертерек құтылуларыңыз келеменді? Көзіңізге күйік болмаймын, уайымдамаңыз. Бірақ дәл қазір тұрмысқа шықпаймын дегені әкесін таңғалдырды бір жағынан. Ешбір ата-ана перзентіне жамандық тілемейді. Жігіттің әкесін танимын, жақсы адам, баласы да жаман болмау керек. Ерте ме, кеш пе барлық қыздар тұрмысқа шығады деген әкей қызын көндіруге тырысты. Сонда да сөз өтпегеніне күйінген Нұрдос тағы Дариғаға тиісті. Міне көрдің бе? Сенің тәрбиең бұл. Бажылдап менің бетімнен алып отырасың. Сен мені сыйламаған соң бұлар қайда барады дейсің? Сөйлес қызыңмен, түсіндіріп айт. Басқа қалада әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ, білген істеп жүрмекші екен ғой. Немене қыздарыңды шетінен ертерек байға беріп құтыла берейін дедің бе? Күйеуге тегіс келмесе тимей-ақ қойсын. Жұмыс істегені дұрыс. Ақша жинап, мүмкін оқуға түсіп алар келесі жылы. Оңбайсың ғой сен қатын. Осыдан осы қыз айтқан тыңдамаса, шаруам сенімен болады. Не істемекшің ал? Сен өз бері қараш. Айтпайын десем тілімді қыштасын ғой осылай. Тіптеттей ұлыңды төбеңе көтеріп, сот оқуына оқытқың келеді екен. Қалада ең мықты мектепке беріп, білімді азамат етіп шығарғың келеді. Оқу ақысы қанша тұрса да төлеп, ұлыңды оқытатыныңды қазірден сайрап айтып отырсың. Ал қыздарың ше? Неге оларды жақсы көрмейсің? Неге мүмкіндігің бола тұра Жәнияны оқуға түсіргің келмейді? Деді Дариға түкіргі шашырай. Бастадың ба тағы? Салыстыратын нәрсені тапқан екенсің. Қызға оқудың қажеті жоқ. Жақсы күйеуге тиіп, ұрпақ өрбітіп, барған жеріне сіңіп кетсе болды. Ал ол ертең екеумізді асырайды, ұрпағымызды жалғастырады. Ақпақ, соны да айтуым керек пе? Оқимын деп жүрген қыздың жаман аты шығып кетсе қайтесің? Басынды қатырма. Қызды көндір, түсіндір. Бір Құдай біледі, рахатты ұлдан көресің бе, қыздан көресің бе? Сен осы жандосты қатты еркелетіп жүрген жоқсың ба? Қой көрмеген қуалап өлтіретін кебін кимеші, әйтеуір. Қазірден бәрімізге айтқанын істетеді. Титтей болып ап ұлданайды,
жылатып қояды. Ұрдым өткенде сосын. Ұрған нес? Денің сау ма? Осыдан балама қол көтергеніңді көрейін. Қойшысы, қыздарыңа бір жылы сөз сөйлеуді білмейсің. Қыздарға қатал болған дұрыс, қатал тәрбие беру керек, деген Нұрдос пен Дариғаның айтысы жалғасын тауып жатты. Бір-бірінен қалысқысы келмейді. Осылай сөз таластырып, салғыласып отыра берсе, ұпай жинайтындай екеуі де. Мұндай айтыстың соңы кейде Дариғаның таяқ жеп жылауымен тынады. Кейде Нұрдостың үйден 2-3 күнге кетіп қалуымен бітеді. Әкесі ұлын мақтап, шешесі қыздарын жақтап, қызыл кеңірдек болып отырғанда, және екі құлағын тас бекітіп іштей, мен бәрібір үйден кетемін деп, кіжініп жаттар өлмеде. Сол күннің ертесіне тілдей қағаздағы қызының жазған сөздерін оқыған Дариға боздап қоя берді. Сенер емес. Мама, мен тұрмысқа шыққым келмейді. Сол үшін кетуге мәжбүрмін. Мені іздемеңіздер. Өзім хабарласып тұрамын. Уайымдамаңыз. Мен құрбымның үйінде тұратын болдым, деп жазыпты. Қандай құрбы? Басқа қаладан тапқан қайдағы құрбы? Қапына қыздай. Дариға жанын қоярға жер таппады. Кешке дейін қызының өзі хабарласпаса, іздеу салып тиісті жерлерге жүгінемін деп ойлап еді. Ал таң атпай жұмысқа кеткен күйеуі бұл жағдайдан хабарсыз. Оған айтуға жүрексінді. Күткендей-ақ түстен кейін қызы басқа нөмірмен телефон соғып тұр. Көңілді. Мама, мені уайымдамаңыз. Менің бұрынғы кластасым ше, интернеттен тауып алып едік қой бір-бірімізді. Бастауышта екеуміз бір партада отырдық. Жақын подружка едік. Кейін басқа қалаға көшіп кетті ғой. Айша деген қыз ше, сізге өткенде айтқан едім. Байдың қызы. Үйінің алдына үлкен дүкендері бар деп айтып едім. Сол дүкенге сатушы болып орналастым. Әзірше көмекші боламын. Үйреніп алған соң кассаға отырғызатын болды. Биыл ақша жинап, келесі жылы оқуға дайындаламын, деген қызның жарқын үнін естігенде ғана ана жүрегі тынышталды. Қызына сенеді. Бірақ Нұрдос ше, оған қалай айтады? Ол бұл жағдайды қалай қабылдайды? Кешке жұмыстан келген күйеуіне бұл хабар оңай тимеді. Қыздарыңды бетіме жіберген сен оңбағансың ғой, деп қызын үйге әкеліп қоймақшы да болды. Бірақ сол сәтте кішкентай жандосы тұмауратып ауырып жатқандықтан ойы шашырап, ұлымен әуре болып кетті. Жедел жәрдемді өзі шақырып, дәріханаға шапқылап, түнімен ұлының ұйқысын күзетіп, дүниенің тірегі осы жалғыз ұлдың ғана қолында тұрғандай әбігерге түсті. Тұңғышының жағдайы өз жайына қалды. Арасында әйелін былапыт сөздермен сыпап қояды. Азаннан кешке дейін сериал көріп жатқанша балаға дұрыстап қарамайсың ба? Қыздарың анау бетімен кеткен. Үйде отырған соң баланы дұрыстап қарап, жөнді тәрбиелесейші. Мен сенен басқа ештеңе сұрап тұрған жоқпын ғой. Не баланы қарап қарық қылмайсың? Үйдің де тірлігіне салғыт қарайсың. Қойшей, үйдің тірлігі бітпейді. Өзің отырып көрші үйде азаннан кешке дейін осыларды қарап, көрер едім қалай сайрайтыныңды, деген Дариғаның да жауабы дайын. Үйреніскен жау атыспаққа жақсы. Бұл ерлі зайыпты бірін-бірі шымшып сөйлемесе, ашы сөздермен түйреп өтпесе, күнде бір шаңқылдасып ұрысып алмаса, бойларына ас батпайтындай. Айқайласып алады да, артынан түк болмағандай тіршіліктерін жасай береді. Өздері үйренген. Бірақ перзенттерінің тыныштығы мен шаттығын таптап жатқанын екеуі де сезбейтін. Және кетті әне. Нұрдос тұңғыштың тірлігіне біраз күн тоңқылдап жүріп, оған да көндікті. Уақыт орында тұрсын ба? Бірде олай, бірде бұлай бұл отбасының ағымы өз арнасымен ағып жатты. Түске жақын дүкенге кеттім деген Дариға ымырт үйірле үйге келіп отыр. Сондағысы сатып алғаны нан мен сүт қана. Жұмысынан ерте келіп қалған Нұрдос әйелін тергеуге алғанда, балалар кішкентай кезде отырдым үйден шықпай, өз тамақтарын өздері пісіре алатын жағдайға жетті ғой. Қыздар, мен үйде омал отыра беруім керек пе? Құрбымның үйіне барып қайттым, деп ақталды. Бірақ Дариғаның құрбыларымен қыдырып кетіп қала беруі көбейіп кетіп еді. Өзі де бұрынғыдай ұнжырғасы түсіп, сәл нәрсеге ашу шақыратын шыж-быж мінезін сиреткен. Көзіне кішкене нұр ойнаған сияқты. Күйеуінің анау-мынау сөздеріне де онша мән бермейтін де болған. Жақсы ой әрине. Бірақ Дариғаның бұл өзгерісіне не себеп болды екен? Нұрдостың көңіліне күдік қонып үлгеріпті. Не болса да әйелінің бұл жүрісі тегін емес. Екі беті бал-бұл жанып, сырттан кіріп келген әйелінің алдымен
Телефонына жармасты Нұрдос. Күштеп тартып алды телефонды. Әйелінің ізін аңдып, телефон тексеретін әдеті жоқ еді. Бірақ бүгін мәжбүр болды. Бұдан артық түк сезбегендей жүре алмады ол. Телефонда шаттың паролін айт, деді бірден. Күйеуінен мұндайды күтпесе керек. Қылмыстың үстінен түскендей, көздері бақырайып кеткен Дарияға бір сәт қимылсыз тұрып қалды да: әкел бері, не істемексің? Сен тексеретін ештеңе жоқ ол жерде, деп күйеуінің қолына жармасты. Нұрдостың күдігі одан сайын асқынып: менен жасырған нең бар, деп ақырды. Сол сәт қолында ұстап тұрған әйелінің телефоны шырылдап қоя берді. Және екен. Нұрдос өшіріп қойды. Қызымен сөйлесейін, кеше бір хабар айтамын деп еді, деген Дарияға жұлқынып жүріп, күйеуінің қолынан телефонды әрең алды. Дауыс ұлғайтқышын қосты бірден. Мам, неге өшіріп қоя бересіз? Сізге айтайын деп едім. Мен күйеуге тидім, мам. Күйеуім керемет адам. Ол маған машина беретін болды, деген қыздың саңқылдаған үні үйдің ішін жаңғыртып жіберді. Жанияның мынау хабары әйелінің жұмбақ жүрісінен де зор шықты ғой. Нұрдос не дерін, не істерін білмей ерін түстеген бойда дуалға сүйенген күйі қатты да қалды. Күйеуге тиген нес, қызым? Қандай күйеу? Ей, не деп тұрсың сен өзі? Деген Дарияға қалшылдап әрең сөйлеуде. Құпиясының ашылып қала жаздағынан қорқып кетті ме, әлде қыздың хабары шошытты ма, сөздері шатасып кетіпті. Сол арада шок болып тұрған күйеуінің күйін пайдаланып, өзі аяқ киімін де шешпей, тез жуынатын бөлмеге кіріп кетті. Есікті ішінен іліп алып, телефонда күдік тудыратын дүниелердің бәрін өшіре берді. Біраз уақыттан кейін ғана шықты жуынатын бөлмеден. Телефонын тазартып алғанына жеңілдеп қалды. Жанияның жағдай аса бір мазалап тұрған жоқ сияқты. Күйеуге тисе тиіпті де, онсыз да Нұрдос оны тұрмысқа шығуын қалап еді ғой. Танып білмейтін бөтенге тигенше, өз таңдауына тұрмысқа шыққаны жақсы болыпты. Бірақ ешқандай жөн жоралғысыз үнсіз кетіп қалғаны нес? Осы ой ғана кішкене мазалауда. Білген едім, сезген едім, осындай жағдай боларын сезген едім, деп сөйлеп отырған Нұрдос қолына мөлдіреген ақаңды ұстап үлгеріпті. Күйігін басар ащы суды бөтелкесімен көтере ішіп отыр екен ас бөлмеде. Неменеге ішіп отырсың? Ішуге себеп табылса болды ғой саған. Өзің айтпап едің қыз мұраты кету деп. Ал кетті. Енді неменеге тісіңді қайрап отырсың? Бақытты болсын одан да, деді Дарияға күйеуінің ішіп отырғанын ұнатпай. Ей, мен сонда кіммін? Сен кімсің? Бір ауыз ескертпей, алдымыздан өтпей, күйеуге тие салған нес? Іздеуі, сұрауы жоқ па ол қыздың? Әлде сен білетін бе едің? Саған айтқан бет кетейін деп жүргенін? Жоқ, айтпаған. Кешкі астың қамына кіріспек болып, ас бөлмеге бас сұққан екінші қыз Жәмила. Мен білетін едім. Маған айтқан, деді жай ғана. Өзі биыл мектепті бітіреді. Неге бізге айтпадың? Неге үндемей жүрсің? Нұрдос пен Дарияға жарыса, екінші қызын сұрақтың астына алды. Ешкімге айтпауымды өтінді. Жақсы адам сияқты, Жанияға қымбат сыйлықтар әперген. Солай де, күйеуге тиіпті, мейлі құтты болсын онда. Осы бүгін кештен қалмай Жания күйеуімен үйге келетін болсын. Көрейін, үн-түнсіз жолын жасамай қызыма үйлене салған мықтыны. Әйтпесе өзім барамын. Ол кезде арты жақсы болмайды, деген Нұрдос әйеліне бұл тапсырмасын 100 қайталап тапсырды. Масайыңқырап қалған Нұрдос екінші қызын қарсы алдына отырғызып қойып, оған ақыл айтуға көшті бір кезде. Жанияның тірлігін қайталама. Биыл мектепті бітіресің. Сенің бақытты болғаныңды қалаймын мен. Сені ресторанда үлкен той жасап, өз қолыммен ұзатамын. Елде жоқ жасауыңды үйіп төгіп жасап беремін. Саған айтып отырған жігіттің әкесімен жақсы таныспын. Баласы жасы қызметте жұмыс істейді. Мен өз перзентіме жамандық тілемеймін ғой. Айтшы, Жания қарағанда ақылың бар еді ғой сен қыздың, деген Нұрдос ықылғата көп сөйледі. Әкеге қарсы шығу қайдам? Жәмила Жания сияқты емес. Үнсіз жүрсе де, есебін түгендеп, өзегенін жасайтын мінез Жәмилада жоқ. Ол үшін әкешесінің айтқаны қашанда заң. Жарайды, папа. Сіз не айтсаңыз да көнемін. Менің бақытты болғанды қалайсыз ғой, деген Жәмила көніп ақ отыр. Көнбегенде ше. Өткенде анасымен сөйлескенде әкесі қылқылдап айтып, қоймайтын сол жігіт жайында шет шағысын естіп еді. Анау ше, папаңмен бірге жұмыс істейтін кісі ғой, үйге қонаққа келіп еді, есіңде ме?
Тазбас кісіше, сол кісінің 5 ұлы бар екен. Сөйлесіп отырып сөз арасында екеуі құда болайық деп келісіп қойыпты, деп еді анасы. Сонымен екінші қызының тағдырын шешіп тастаған Нұрдостың көңілі босайын деді. Ішкіліктің әсері ме, әлде шын мәнінде іштей солай қиналады ма? Қызының маңдайынан сүйіп, сендер маған ренжімеңдерші. Білемін, сеземін, сендер менің қаталдығымды ұнатпайсыңдар. Бірақ іштей бесеуіңді де жақсы көремін. Оны саған қалай түсіндірерімді білмей отырмын. Бірақ сендердің бақытты болғандарыңды тілеп, жүрегім жылап тұрады, деп көзіне жас алды. Папа, сізді түсінемін, деген Жәмила да басын шұлғып қойып, әке көңілін бағуда. Ал арғы бөлмеде Дариғаның телефонмен Жанияға ұрсып жатқан дауыс естілуде. Қызым, қалайда күйеу баламен кел бүгін. Әкең қатты ашулы. Сенікі де дұрыс емес қой енді. Қашып кетсең де, хабаршы, қуғыншы дегендерді білмейтін бе едің? Бүгін келіңдер, деп айқайлауда. Әйелінің шаңқылдаған үні құлағына жеткенде ғана есіне түсті ме, орнынан тұрып ол отырған бөлмеге барды. Қызара бөртіп, күшіне мініп алған өзі. Телефоныңды бер, деп күж етті бірден. Қызымен сөйлесіп енді болған Дариға мысық табандап келіп, төбесіне төніп тұрған күйеуін байқамапты да, селк ете қалды. Ойпырмай, қақпасай, мә алшы, мә, қоймадың ғой сенде, деген Дариға телефонын күйеуінің қолына ұстата салды. Диванға жайғасып алып, әйелінің телефон әбден ақтарған Нұрдос күдік келтірер ештеңе таба алмады. Таба алмаған соң, Дариғаны шақырып әлгінде үзіліп қалған шабуылды қайта жалғастырды. Сен қатын соңғы кезде үйде отырмайтын болыпсың. Жасырған нең бар? Айт тез, деп қоқаңдауға көшті. Ой, сенде біреуге мал қайғы, біреуге жан қайғы. Бұл үйде күнделікті еміне, бассейн, массаж, анау-мынауына апарамын. Досикті логопедке апарып жүргенімді айтып едім ғой. Арасында қыздардың мектептегі жиналысы, үйірмедегі жарыстары бар. Құрбылармен шай ішіп тұратыным бар. Не болсынша? Неменеге қадалып қалдың? Басқа проблемамыз аз ет. Бері қарай, оңдырмаймын. Білесің ғой өзің. Өліп қаласың бекерге. Теттей бір нәрсе байқасам, өлдім дей бер. Не істесең де, басыңды ашып ал. Кетемін, басқа біреу тауып алдым десең ұстамаймын. Жолың ашық. Бірақ менің ту сыртымнан оқ атпа. Пәленшенің Сүмелек байы деген атқа қалғым келмейді. Не болса да айт. Қойшы, мейім шертпей. Кететін болсам баяғыда кететін едім. Қыздарым өсіп қалғанда маған да бұру керек. Айналайын, үйреніскен жауымсың ғой. Итпен мысық болсақ та өзіңнен ешқайда кетпеймін. Қызықсың сен. Менің мінезіме сенен артық кім шыдайды дейсің? Саған да менен басқа ешкім шыдамайды. Адамның ойына кіріп шықпаған бәлен айтпай тыныш отыршы. Абайла сен қатын. Еріккен-ай, сенің мұжың сөзің тыңдап отыратын уақытым жоқ. Жаниялар келетін болды. Үйді жинастырып, дастархан қамына кірісуім керек. Олар келгенше ұйықтап ал. Дұрыстап күтіп алайық қызды. Дұрыс жолмен кеткен қызды дұрыстап күтесің да? Көрейінші күйеу баланы. Қандай жүрек жұтқан жігіт екен, үнсіз ешкімге айтпай үйлене салатын. Самолетпен жетсеңдер де бүгіне қалмаңдар деп еді Дариға қызына. Жания күйеуін қалай көндірген беймәлім, ұшақпен ұшып келген олар түн ортасында есікті қағып тұрды. Есікті ашқан Дариға қызын көріп, танымай қалды. Көз алдында тұлымшағы желбіреген қара қыз емес, сахна жұлдызы отырғандай. Үстінде қымбат тон, шашын сәндеп, бетін әрлеген, бүзуші етігі бойын ұзартып жіберіпті. Есікті ашқаннан иісі бұрқ ете алған иіссудың кереметін-ай. Қолында қорап-қорап сыйлықтар бар өзінің. Көздері шоқтай жанып тұр. Мама, біз келдік, деп анасын құшақтап алған Жания тым бақытты еді. Күйеуің қане? Деді аузына басқа сөз түспеген Дариға. Жатын бөлмеден Нұрдос та шықты. Өзіне ұмтылып құшақтамақ болған қызын танымай қарап қалыпты ол. Жания, деп қояды. Қамқорлық танытып қымбат сыйлықтарға көміп, тәтті сөздермен есін жаулап алған еркектің ықыласы балаң бойжеткеннің санасын тұмшалаған рас. Қатал әкенің мейіріміне шөлде өскен ол, қыспақтан босағанда ең алғаш сұлулық танытқан еркек кіндіктің құшағына құлай салып еді. Күйеуім сыртта темекі шегіп тұр, қазір кіреді үйге, деген ол сіңілері мен інісіне әкелген сыйлықтарын үлестіріп мәз. Пап, мам, сіздерге де сыйлық бар, деп жымиып қояды өзі. Қызына басқа ләм мим демей, қонақ бөлмеге барып жайғасқан Нұрдос күйеу баласын күтуде.
Арадан 10 минуттай уақыт өткенде ол да кіріп келеді. Шәйнегін көтеріп шапқылап жүрген Дариға мен өте маңызды кездесуге дайындалып, екі иығы күжірей отырған Нұрдос үйге кіріп келген еркекті көріп, құда болар деп ойлады екеуі де. Жоқ, құда емес. Самай шашы ағарған, қосы қарын байлаған күйеу баласы елпілдеп келіп, қос қолын ұсына амандасқанда ғана Нұрдос әйеліне бұл кім дегендей қарай берді. Күйеуін ыңғайсыз жағдайға қалдырғысы келмеген Жәния, папа, таныс болыңыздар, менің күйеуімнің есімі Бейсен, деді. Ойында бөтен ой жоқ. Әкесі Бейсенмен арқа-жарқа болып көрседі деп ойласа керек. Ал Нұрдос қолын да сұнған жоқ. Нұреке, жағдай солай ғой енді. Барлық жөн жоралғасын жасаймын. Алдыңыздан өтуге келдім. Қызыңыз екеумізді тағдыр қосыпты. Жәнияны бақытты етуге уәде беремін. Түсінемін. Бірақ қызыңыздың таңдауын кешіріп, ақ батаңызды берерсіз деп сенемін, деп стол үстіне 2 бума ақшаны қойды. Жөн жоралғысы, кешірім дегендей, деп күмілжіген Бейсеннің маңдайы шып-шып терлеп кетіпті. Ақшаға күйеу баласына бір кезек қараған Нұрдос, жасың қаншада, деді бірден. Енді көңіл жас қой, 50-ге жақындадық. Менің қызымның жасы нешеде? 20-ға толады ғой енді. 20-ға толған жоқ әлі. Сонымен мынау ақшамен қызымды сатып алуға келдің бе нақұрыс? Деген Нұрдос ақшаны алды да Бейсеннің бетіне лақтырып жіберді. Сабыр сақтаңыз. Ақшаға сатылатын қыз жоқ менде. Ұрып өлтірмей тұрғанда табаның жалтырады, деген Нұрдостың қаны басына шапты. Қазіргі жағдайға сабырмен қарауға ішкіліктің уыты жібере қоймас. Бейсеннің жағасынан алып, жұлқыған күйі үйіне шығарып жібермекші. Бірақ Бейсен де оңай шағылатын жаңғақ емес сияқты. Сабыр сақтаңыз. Қызыңыз не айтады, сол болады. Мен Жәнияны мәжбүрлеген жоқпын. Оның келісімі бойынша, деп ақталып үлгеруде. Араға Жәнияның өзі түсіп, папа тиіспеңіз жоған, біз бір-бірімізді жақсы көреміз, деп шырпыры шығуда. Күйеу баласын жағасынан сүйреп, дедектетіп сүйреп бара жатқан Нұрдостың шектен шығып кеткенін көріп Дариға, Нұрдос қойсайшы, ұят болады, қой деймін саған, деп күйеуінің қолына жармасты. Әйелі мен қызының мынау еркекті жақтап шырылдағаны Нұрдостың делебесін одан сайын қоздыруда. Ал Жәнияның алдында өзін қауқарсыз көрсеткісі келмеді ме, Бейсен де тіктелді. Жағасына жармасқан Нұрдостың қолын күштеп ажыратып, өзін қорғауға кірісті бір кезде. Мұнысын өзіне қарсы шықты деп қабылдаған Нұрдостың танауынан бу, көзінен от шаша бастады. Алдындағы болашақ күйеу баласы екенін ұмытса керек. Аренаға жекпе-жекке шыққан қарсыласы секілді, ауыр жұдырығымен қақты тұмсығынан бір берді Бейсеннің. Екінші жұдырығымен құлақ шекесінен бір ұрды. Мұрнынан қан сау ете қалған Бейсен екі бүктетіле отырып қалды. Нұрдос сонда да қоятын емес. Басына теп таямай. Араға түскен Дариғаға да жұдырық тиді. Қызын шапалағымен сарт еткізді. Әйтеуір еңбектеген күйе Бейсен бұл үйден әреңдегенде басын аман алып шығып кетті. Оның ізінен көз жасы пора-пора болып төгілген Жәния да кетіп барады. Тұңғыштың сол кеткеннен мол кететін ессіздікке салынған әке сезбеді де. Сенікі дұрыс емес қой. Сексендегі шалға тисе де, нең бар еді сонша ұрып. Қашан ескіреді саған. Сәл нәрсеге жұдырығыңды ала жүгіресің. Болды ғой енді. Жетер. Өте ұят тірлік жасадың. Қызыма кешеден бері звондап жатырмын. Жауап бермейді. Өшіріп қояды. Хабарламамды да оқымайды. Не болды енді қызымның күні? Не істеп қойдың? Екеуі келсе өмір сүріп жатса болды ғой, деген Дариға таң атпай күйеуінің кешегі тірлігін сөге бастады. Ақымақ қатынсың сен. Маған емес, ақылыңды қызыңа неге айтпайсың? 50-дегі еркек осы күнге дейін бойдақ жүр деп ойлайсың ба? Оның да өз отбасы бар шығар. Сенің қызың уақытша ермегі болар бәлкім. Сен неге білмейсің? Қызыңмен неге сөйлеспейсің? Деген Нұрдос әйелінің өзіне шүйлікті. Барлық жолын жасап, үйленетінін айтты. Басы бос болмаса, олай демейтін еді. Ең бастысы, қызым өзін бақытты сезінсе болды емес пе? Ақымақсың десем тағы ренжисің. Бір жылдан кейін көзінің сорасы ағып, қызың үйге келіп тұрмаса, мұрнымды кесіп берейін. Жаманда болсам, кішкене адам танитын шығармын. Бір көргенде маған ұнамады кешегі. Бейсен ба, сейсен ба, кім еді өзі? Саған өзіңнен басқа кім ұнаушы еді? Мен әлі жақсылап сөйлесемін ол итпен. Әңгімеміз біткен жоқ. Сол күні кешке түк болмағандай
Нұрдос көңілді келді үйге. Бүгін құдам қолқа салды. Ұзақ сөйлестік. Осы жазда Жәмилаға құда түсіп келетін болды. Дайындалғатын. Елде болмаған үлкен ұзату тойын жасаймын, Жәмила қызыма, деп бір көпірдау отырып алып. Ибай, жаз келіп қалды ғой. Не болды сонша сығып? Деген Дариға күңкілдесе де, тойғамына кірісіп, бұрыштағы сандығын ақтара бастады. Нұрдос айтқан сөзінде тұрды. Екінші қызына дүрілдетіп той жасап, жасауын асыра үйіп төгіп берді. Қонақ көп келді бұл тойға. Жәния келмеді. Сыйлығын салып жібергені болмаса, қарасын көрсетпеді бұл тойда. Телефонда құттықтағанда өзінің дауысы тым көңілсіз еді. Той қамымен шапқылаған Дариға тұңғышының жанына терең үңіліп, жағдайын сұрауға мұршасы болмады. Әке-шешенің ақ батасын алып, тұрмысқа шыққан Жәмила барған жерінде сыйлы келін атанып жүр. Күйеуіне де бауыр басып, арада сезімдер ойнай бастады күндер өте. Тұрмысқа шығуға сонша қорыққаны бекер екен. Әкесі шын мәнінде мұның бақытын тілепті. Бәрінен де күйеуінің кереметтілігін айтсайшы. Мұны оқуға түсіріп, көлік жүргізуді үйретіп жүр. Көлік сыйлаймын саған, деп қуантып қойған өткенде. Тек бұл бақыттың Жәнияға бұйырмаған-ай. Әпкесін ойласа, Жәмиланың көңілі шөгеді. Бар сырын, мұңын айтатын әпкесін қалай жұбатарын да білмейді. Жәнияның өзі анда-санда әртүрлі нөмірмен анасына хабарласып тұрады. Онда да жарытып ештеңе айтпайды. Қысқа сөйлеп, телефонын өшіре салады. Қызым, адресіңді айт, мен барайын деген анасына, менің адресім жоқ, келмей-ақ қойыңыз, бәрібір мен таппайсыз дейді. Бейсенді сұраса, сұрағын жауапсыз қалдырады. Ештеңе айтпайды ол кісі жайында. Әрі-сәрі күй кешкен Нұрдос пен Дариға Жәнияны іздеп баруды кейінге қалдыра берді әйтеуір. Аяқ астынан ойламаған тірліктері шығып қалады, немесе болды қыз ауырып қалады. Күндер өтіп жатты. Өзі қалаған оқуға түсіп, оқуына көлігімен барып жүрген Жәмила Жәнияның бүгінгі сөзіне қатты күйзелді. Ешкімге айтпауын өтінген әпкесінің жайы, құрдымға кетіп бара жатқанын қалай әке-шешесіне жасырып жүре бермек. Мама, Жәнияға барыңыз, оған сіздің көмегіңіз керек. Қазір жағдай жақсы емес. Бейсен оны үйінен шығарып жіберіпті. Ол кісі әйелмен қайта қосылып жатыр екен. Жәниямен жолыққанда ажырасқан, басы бос еді. Білмеймін ғой енді, әйелмен қайта татуласыпты. Сосын папамнан таяқ жеп кеткен соң Жәнияны қатты ұрсыпты. Әке-шешең бізді қолдамаса, бірге өмір сүре алмаймыз деген. Бейсеннің тістері сынып, мұрны қисайып кетіпті әкем ұрғанда. Ауруханада жатып шыққан екен. Айта берсем сөз көп, бірақ кейінге қалдыра бермей, Жәнияға барыңызшы, үйге алып келіңізші, ол жақта қиналып жүр, деді Жәмила анасына. Дәл осы сөзді қосып, төкпей шашпай Дариға күйеуіне жеткізді. Йопт, ит десе, таяқ жедім дей ме? Мен оған көрсетемін таяқ жеудің қалай болатынын. Мен оған көрсетемін әлі, деген Нұрдос жұдырғы жұмылып, бөлме ішінде ары-бері сенделіп кетті. Жақсы сөзімізді айтып оқуға түсірейік Жәнияны. Басқа қалада тентіреп қалды байғұс қызым, деген әйелдің көзіне мөлдір шық ұялады. Барсақ барайық, мен жұмыстан сұранамын, ертең барып қайтамыз. Ойбу, мен оның адресін де білмеймін ғой, айтпайды мекен жайын. Тауып аламыз, жетіп алайық шалдымен. Сонымен ұлжалғас, ұлданай бодыйды үйде қалдырып, Жандосты бірге ертіп олар ертеңнен жолға шықты. Қыздарына бас көз болып отыру үшін сіңлісін шақырған. Жол бойы Дариға күйеуінің құлағына құйып келеді. Қыз дұрыс па, жақсы сөзіңді айт, үндемей жүргенмен мінезі сен сияқты ит қой оның да, ерегесіп кетпесін. Бейсен жайында тіс жарма, мейлі келген бәленің бәрі сонымен кетсін. Сен үндеме, ештеңе айтпа, деп сайраумен келеді. Бұл сапардың сәтсіз болматынын білмеді олар. Сәтсіз болғанда да өмірлерін төңкеріп жіберер қаралы қасіреттің төніп келе жатқанын сезбеді ғой екеуі де. Өмір-ай, Ұлжалғас, Ұлданай. Нұрдос пен Дариғаның кеткенін күткендей, шаңырақтың екі гүліне аузын арандай ашып, бер жақындай берді бұл сұмажал. Отбасына дүние келген ұл болсын, қыз болсын өз орнын сайлап келеді. Ал кейбіріміз олардың орнығын құптамай, шеттетеміз, өгейстеміз. Бала санынан шатасып, күйбігінен шаршаған кезде шұбыртып туа бергенше, пәленше сияқты бір бала туып алып, жанның рахатына өмір сүрмедім бе, деп өзін сөккен бір әйелді көріп едім. Сол секілді, қызың санын көпсініп,
ұл қалайтындар да көп өмірде. 10 ұлдың орнын толтырар көп қыздың арасынан біреуі шығуы мүмкін. Бір қыздың орнын толтыра алмас 10 ұлы болуы мүмкін. Тек кеш түсінеміз. Орны толмас өкінішке тап болғанда ғана бармақ шайнап жататын жайлар кездеседі өмірде. Ұлжалғас пен Ұлданайды сұмажал бекер жұтты дейсіз бе? Тете өсіп келе жатқан апалы сіңілі мұңдас еді, сырлас еді. Оңаша да жылайтын, бірін-бірі жұбататын. Өмірде орындары жоқтай өздерін керексіз сезінетін. Әкесінің бар ықылас мейір махаббатын жандос иеленіп алған. Анасы өзімен өзі. Көңілсіз күйі көп. Шапылдап ұрсып шығады сәл нәрсеге. Жынданып кететін шығар мынау үйде деп, қайтетсе баж-баж етеді. Мектепті бітірсем, мен де және әпкем сияқты үйден кетіп қаламын. Үйде тұрғым келмейді деген бірінің сөзін бірі қоштап, біз екеуміз папа мен мамаға өгеміз бе? Бізді неге жақсы көрмейді? Біз тек тірлік істеу үшін ғана керек сияқтымыз дейтін. Еркелігі шамадан тыстасып бара жатқан кішкентай жандосты екеуі де ұнатпайтын. Әке шешесі жоқта оны ұрсып, ұрып талатын. Сол үшін әкесінен талай ұрыс естіген екеуі. Өз үйінде өгейлік көріп жүрген апалы сіңіліні, суағыны бұл дүниеден жұлып алып, тереңіне сүңгітіп, о дүниеге аттандырды. Үйге жақын орналасқан өзенге шомылуға барып еді Ұлжалғас пен Ұлданай. Әке шешесі Жанияға кеткенде, бұл екеуі үйді жинап болған соң, өздерінің үйреншікті шомылу орнына келген. Әдеттегі шомылып жүрген жеріне бармай, Ұлданай ағыны қатты жерге қызығып еді. Жүзе алатынына сенімді болып, суға күмп ете қалған. Оған қызға қарап тұрған Ұлжалғас алғашқыда байқамады. Тек суға бір кіріп, бір шығып, ағынмен ілесіп, алыстап бара жатқанда ғана сіңілісінің ізінен суға секірді. Бауырын құтқармақ болып еді. Құтқара алмады. Өзі де аман қалмады. Дұрыстап жүзе алмайтын апалы сіңіліні өзен ағыны өзімен бірге алып кетті. Екеуінің бірінен кейін бірі шомылуға тыйым салынған жерге секіргенін көрші қыздардың біреуі байқап қалады. Көмекке шақырғанда бәрі кеш болды, үлгермеді. Ал қаралы хабарды естіген Жәмила оқуынан шығып, көлігімен құйғытып үйіне келе жатты. Өзі көлікті жаңадан үйреніп жүрген кезі. Естіген хабарға сенетін емес. Жылап келеді. Жанарын жас тұмшалап, жолды жөнді байқатпайды. Сонда да асығыс. Ой мен қайғының құрсауынан шыға алмаса керек. Бағдаршамның белгісінде байқамапты. Не болса да ертерек үйіне жетуі керек. Гүрс еткен дауысты естігенде ғана ес жиғандай әудем жерге барып тоқтады. Өзінің қай жерде тұрғанын, не болғанын түсіне алмады. Меңіреу жанның кейпіне енді де қалды. Жол ережесін дұрыс сақтап келе жатқан жүргіншіні қағып өлтіріпті. Жүргінші болғанда да жүкті келіншекті. Сонымен Жанияның жеңіл жүріске салынып кеткені оның құрбысы Айша арқылы белгілі болды. Жания жезөкшелердің элита тобына жататынын, түрке асып кеткенін анықтағанда Нұрдос пен Дариға еш сенбеді. Мүмкін емес. Жоқ, Жания олай жасау мүмкін емес. Менің қызым лас тірлікке бармайды, деген Нұрдос пен ақырып аңыраған Дариғаның дауысына далада күңіренген. Өз шасын өзі талдау жылған Дариға тұңғышының сөздеріне неге мән бермеді екен? Папам бейсенді ұрып жібермегенде, ол мені тастап кетпейтін еді. Енді менің өміріме араласушы болмаңыздар. Қайда барамын, не істеймін өзім білемін. Өзім хабарласып тұрамын. Іздемеңіздер мені деп еді. Телефонда сол сөздерін айтып, жылап тұрған қыздың алдына неге құстай ұшып бармады екен? Бауырына басып, қызын неге жұбатпады? Неге? Елудегі еркектен құтылғанға қуанбайсың ба? Ол сені шын жақсы көрсе, әкеңнің ұрғанын кешіретін еді. Ой арам болғанда ол сұмпайының. Сені ойыншық қылып тастап та кетті. Не бітіріп жүрсің енді ол жақта? Үйге қайт тез деп айқайлап еді Дариға. Ал үй жақтан бірінен кейін бір сұмдық хабар жеткенде, Нұрдос пен Дариға бір сәтте бірнеше жылға қартайып кетті. Сөйлеуге мұршалары жоқ. Баяғыдай сәл нәрсеге бірін-бірі кінәлап, шапшып шыға келетін екеуі бұл кезде тілден қалды. Бір-біріне сөйлемек, жүздеріне қарай алмайды. Буындары босап, дір-дір еткен екеуі әрең жүріп келеді. Кері қайту үшін әупіріндеп ұшаққа отырды. Сенген жоқ, сенбеді екеуі де. Мүмкін емес. Түс көріп жатқан болармын деп, Нұрдос көзін қайта-қайта уқаласа, Дариға тас мүсіндей қатқанда қалған. Бір кірпік қақпаған шығар жеткенше. Жандосты әкесі өзі қарап отыр.
тоқтаусыз төгілген көз жасын баласына білдірмей жүзін бұра береді қайта-қайта. Тұңғышы жезөкше, екінші қызы абақтыда, кенжесі мүгедек, екеуі көкке ұшты. Өз шаңырағында ата-ананың махаббатына шомылмаған қыздардың тағдыры неге талқандалды? Әке-шешесі еркелетпеген қыздарды өмірде еркелеткісі келмеді ме екен? 5 қыздың да тағдыры оңбады-ау. 5 қыз. Қайдағы 5 қыз? 7 қыз ғой. Я, 7 қыз. 7 қыз. 5 қыз еді ғой. Тағы 2 қыз қайдан шықты? Дұрыс. 7 қыз деп аталған тақырыптың арқауына егінді жақындаған сияқтымыз. Оңай дейсіз бе? Бауыр еті перзенттерін бөтеннің қолына ұстата салу, өзі басқаның баласын бауырына салу. Біреу емес қой. 2 қыз, егіз қыз. Тірлігіне өкініп, өзін іштей жеген Дариғаның мінезінің күрт өзгеруі, жүйкесі сыр беріп, күйзеліске түсуінің де себебі сол еді ғой. Ол кезде ұлды дүниеге алып келетініне сенімдеді. Құрсағында егіз жатқанын біледі. Бірақ алдын ала ұл қыз екенін анықтағысы келмеді. Ұл екеніне сенді. Түсіне аян берген талай рет. Бірақ 5 қыздан соң тағы егіз қыздың дүниеге келгенін көріп, Дариға бірден терең күйзеліске құлдилаған. Күйеуіне ұл туып беремін саған деп уәде беріп қойған. Ол да ұл туып берсе, аспандағы айда перердей елпілдеп жүр. Енді не болады екен? Дариға сол сәт ісіне есеп бере алмады. Бұл босанар алдында көрші палатада ұл босанып, тілдей қағазға баладан бас тартатын туралы хат жазып қалдырып, өзі терезеден түсіп қашып кеткен қыз жайында гу-гу әңгіме өрбіп еді. Егіз қызын емізгісі келмей, өз анасы тастап кеткен сол ұл нәрестеге ұмтылып еді бұл. Дәрігер өзінің танысы болғандықтан жағдайдың бәрін реттеді. Реттемейше, Дариға өз қолымен егіз қыздан бас тарту туралы қолхат жазып бермеді ме? Оның үстіне ақылы жеке палатада жатқандықтан, мұның кімді босанғанынан басқалар білмеді. Құжат жағы да құпия жүргізілгені айтпаса да түсінікті. Бәріне Дариға өз еркімен қол қойды. Ешқашан егіз қызды іздемейтін қайта-қайта айтып та, жазып та уәдесін үйіп төкті. Тек анасы тастап кеткен әнеу бір ұлды бауырына басса екен. Сол ұлдың анасы атанып, менің де ұлым бар деп жаһанға жар салса екен. Күйеуінің көзін шұқып, ағайын туыстың алдына өз қадірін арттырса екен. Шайтан түрткен болар. Сол сәт алжыды ғой. Сол сәт істеп жатқан түрлігі дұрыс көрінді өзіне. Егіз қызы құрсағын жарып шыққан перзенттер емес, көзіне 2 қуыршақ болып елестеді. Сол 2 қуыршағынан оп-оңай бас тарта салған үшін кейін талай өкінді. Өкірді, өлгісі келді. Амал бар ма? Қолмен жасаған тірлігін мойнымен көтеру де оңай болмады оған. Уайым арқалаған ол мортысына жаздады талай рет. Сол 2 қызын ойлаймын деп, көз алдына желкілде өсіп келе жатқан 5 қызына да дұрыс көңіл бұрмапты, мейірім төкпепті. Күйігі күйдіріп бара жатқан соң шыдамы сетінеді. Сол таныс дәрігердің үйіне барды тіке. Жылады, көз жасын көлдетіп, кетпей табалдырығының алдына жатып алды. Қыздарының сыртынан бір көрейінші. Олардың өміріне араласпаймын, тек сырттан бақылаймын. Жағдайлары қалай екен? Кімдер асырап алған? Бір көрсем жетеді. Қыздарын көрмесем шынданып кететін сияқтымын. Уәде беремін. Сенбесең өзің ертіп бар. Сырттарынан бір бақылаймыз да кері қайтамыз, деп зар еңіреген. Өз еркіңмен бас тарту туралы қолхат жазып бергенсің. Сен енді оларға ешкім емессің. Сенің ұлың бар. Сенің қыздарың жоқ. Көрген түстей ұмыт ол жағдайды. Деген танысының үйіне бұл күнде бара берді. Қыздарды жақсы отбасы асырап алған. Олардың өміріне пайда болсаң, бәрін құртасың. Қыздардың көңілін жаралама. Ол отбасының бақытына кедергі болма. Сен өз таңдауың жасадың. Кері шегінуге жол жоқ. 2 қыздың өмірін құртпай енді. Қыздарының бақытты болғанын қаласаң, жолама өмірлеріне. Десе де, Дариға егіздерін бір көруді аңсады. Көз жасын көлдетіп күнде келе берген соң, таныса көнді, амал жоқ. Оның соңғы уәдесін алып, араласпаймын олардың өміріне. Тек сырттарынан бір көрсем болды деген сорлана егіздерін сыртынан көрді ғой. Орта жастағы ерлі зайыптылар асырап алыпты. Күнде таңертең көлікпен балабақшаға келіп тастайды. Бұрын балалы болмаған бұл ерлі зайыпты қыздар үшін жаны ере екені сырттан ақ байқалады екен. Сол бір көргеннен шектеліп қалған жоқ қой бұл Дариға. Кейінгі күндері балабақшаның алдын торуылдайтын болды.
Таксилетіп олардың көлігінің ізінен де жүріп отырған. Қай жерде тұратындарын да біліп алды. Тіпті асырап алған ерлі-зайыптың жұмыс орындарында анықтап алды. Күндер өте. Екеуі де қарапайым жұмысшылар. Тұрмыстары да қарапайым. Бірақ олар дүниенің бар байлығын осы егіз қыздың аяғының астына тастауға дайын екені сырт көзге айдан анық байқалуда. Сондай бақытты. Қыздары да, оларды асырап алған ерлі-зайыпты да. Айналып толғанып, табандарын жерге тегізбейді қыздарының. Ал бұл әудем жерде телефон шұқылаған болып, бәрін байқап отырады, аңдып отырады. Әр келіп кеткенде, осы ең соңғы келуім деп кеткенмен, 2-3 күннен соң тағы сол үйдің ауласында, кейде балабақшаның маңында мүлгіп отырғаны. Егізінен іштей кешірім сұрап, көзімен құшып сағынышын басады. Оларды тапқалы жаны тынышталғандай болды. Сол жан тыныштығын сезініп, қыздарын аңдып отыра бергісі келетін сәттері күннен күнге көбейе берді. Міне, 5 қыздан кейін дүниеге келген егіз қыздың жайы осылай орын алып еді. Ал енді Жанияның жүрісі, Жәмиланың күйі, бақилық болған кейінгі 2 қыздың жайы бірінен кейін бірі Дариғаны бас көтертпей төбелеп тастады. Денсаулығы жоқ болды қыз. 5 қызының да тағдыры күйреді. Неге? Қызды көпсініп егізімді тастап кеткенім үшін. Бауырымдағы қыздарымды шынайы жақсы көре алмағаным үшін жаратқан мені жазалады деп, ой түбіне сүңгіп, бүк түсіп жатқан Дариға неше күннен бері нәрсіз бапты. Қара суды қылт-қылт жұтып қойып, тек жата береді. Ешкіммен сөйлеспейді. Қасірет орнаған күннен бері ләм-мим деп ешкімге жақ ашпапты. Бауырлары мен ағайын туыстың өздері жаназаның рәсімдерін жасап жүр. Ал заңды жазасын арқалаған Жәмиланың ең болмағанда мерзімін азайту үшін құдасымен бірге Нұрдос та шапқылауда. Бірақ оның құр сүлдері қалған. Сөз азайып, күрсінісі көбейген. Үйде адам саны азайып, келім-кетім тоқтағанда да Дариға төсектен бас көтермеді. Сіңлісі үйіне кетпей, бар жағдайын жасауда. Жәмиланың ісіне қатысты тірліктері сәтсіз болып, Нұрдос еңсесі одан сайын шөгіп, үйіне сүйретіліп әрең келді. Неше күннен бері түрілікте жатқан жарының жанын түсінеді. Не дейді оған? Қалай жұбатады? Не айталады? Диванның шетіне отырған Нұрдос: тірі жан тіршілігін істеу керек. Дарикош жаным, тұра қойшы орныңнан. Дарикош жаным, бұл сөзді естіпегілі қай заман? Үйленген соң алғашқы жылдарақ жоғалып еді ғой бұл сөз. Ендігіде айым күнім десе де, құны жоқ әдемі сөздің не керегі бар? Дариға көзін нүктеден алмаған күйі қимылсыз жатыр. Ішкі дүниесіне бұрқылдап бір дүние қайнап жатқандай, демі жиілей бастады бір кезде. Ал күрсініп алған Нұрдос: жәндерім, алтындарым, кешіріңдерші. Не істейін? Бәрін орнына келтіру үшін не істейін? Қыздарының не жазығы бар еді? Я Құдай, мені жазаламадың ба? Менің өмірімді алмадың ба? Мені абақтыға тықпадың ба? Мені мүгедек етпедің бе? Көшеде мені тентіретпедің бе? Қыздарымның жазығы не? Періштелерім, гүлдерім, жәндерім, кешіріңдер мені. Қалай өмір сүремін? Қалай жер басып жүремін? Мен қыздарымды жақсы көрдім ғой. Жақсы көремін. Білдірмедім. Сырттай қаталдық таныта бергенше неге еркелетпедім қыздарымды? Жәндерім-ай, қайтемін, деп өкіріп қоя берді. Дариға орнынан атып тұрды. Жоқ, үндеме. Мен кінәлімін бәріне. Тек мен ғана кінәлімін. Енді қалған ғұмырымда сол күнәмнің азабын арқалату үшін жаратқан мені жазалады осылай. Мені тірі қалдырып, қалған ғұмырымда азап арқалатқан бұл жалғаннан мен кетуім керек, деген Дариға ас үйге қарай жүгірді. Ас үйдегі сөреде тұрған Сіркесуға қолын созды. Оның ізінен күйеуі мен сіңлісі жүгіріп жетті. Айқайлап жылап, Сіркесудың қақпағын ашып үлгерген Дариғаның қолын Нұрдос қағып үлгерді. Иісі бұрқ ете қалған Сіркесу еденге төгілді. Алланың құдіреті-ай. Бұлардың ізін ала Жандос та кіріп келіп еді ас үйге. Еденге төгілсе де, Жандос тұрған жерді айналып өтіпті. Аяғына тиер-тимес жарты сантиметр арыда көлкілдеп жатыр Сіркесу. Тамшысы да тиген жоқ Жандосқа. Бұл не құдірет екен? Дұрыс айтасыз. Нұрдос пен Дариғаның осы балаға деген ерекше махаббаты ғой, оны бәледен аман алып қалған. Бұламықтан тісінғандай, қадірі жоқ қыздарының тағдыры оңбап еді. Ал Жандос күйіктен аман қалды. Оны аман алып қалған әрине әке-шешесінің өзіне деген ерек махаббаты. Шыр айналдырған қасірет Нұрдос пен Дариғаны
бірден тәубесіне түсіргендей. Сәйкестік бе екен? Не болып кетті өзі? Күнәға белшеден батқандар да, бойына адам қанын жүктеген кейбір күнәһарлар да жүр ғой сайран салып. Неге енді бұл екеуіне тіктеліп қалды екен? Бітпес бақытсыздық, орны толмас ойсырау, шешімі жоқ шырғалаң. Дариға кең дүниені тәрк етпек болды. Бірақ пешенесіне мөр болып түскен өшпес қайғы оны қинай түскісі келген сияқты. Сол азапты арқалатып, ұзақ ғұмыр сыйлапты. Қиындықтан қашып, өле салуда оңай емес екен. Бір басына төнген сонша қасіретке төтеп бере алмаған Дариға сіркесу сіміріп, өле салғысы келіп еді. Өле алмады. Әйелін құшақтап алған Нұрдос, жаным-ау мұның не? Ақымақ болмашы. Бізді тастап оп-оңай кете салмақсың ба? Қорқытпашы мені, деп одан сайын өкірді. Күйеуінің құшағында Дариға да еңіреп тұр. Жандосты көтеріп, ас бөлмеден шығып кеткен Дариғаның сіңлісі де көз жасын тия алатын емес. 3 күннен соң көрге де үйренерсің дегендей, сырғыған уақыт Дариғаны төсегінен тұрғызды. Қыбырлап тіршілігіне көше бастады. Нұрдосы сүйретіліп жұмысына барып келіп жүр. Екеуі бұрынғыдай емес. Бірін-бірі көздеріне қарап ұғынысады. Бірінің көңілін бірі баққыш. Бастарына төнген қайғы екеуін жақындатып жіберіпті. Бұрынғыдай болмашыға ұрса беруді доғарған. Бірін-бірін жұбатады олар. Екеу ақылдасады. Бірінің кеңесін бірі мақұлдайды. Не болса да қазіргі ауыртпалықты азайтқысы келіп, екеуі бір-бірін сүйреп, бір-бірін сүйеп, өмір соқпақтарында келеді әне. Олар Болдығыз бен Жандосты ертіп, қалаға серуенге шықты. Нұрдос сөйлеп келеді. Құдамда, менде бар жиғанымызды Жәмиланың тірлігіне салдық. Мерзімін азайтты шүкір. Келесі апта жұмыстан сұранып қойдым. Жәнияны әкелемін үйге. Жердің қай түкпірінде жүрсе де, оны тауып алып үйге әкелемін. Оқуға түсіремін. Кейін көлігімді сатып кредит алсам да, басымдағы баспанамды сатсам да, ақшаның басын құрап, Болдығыздың денсаулығын қаратуға кірісемін. Баспана бітер. Шетелдегі мықты дәрігерлерге көрсетсем де, Бодим емдетемін дейді. Бодидің денсаулығы емделер ме екен? Әлемдегі ең мықты дәрігерлерге көрсетсе де, бұл қыздың денсаулығы түзеледі ме екен? Олай болса қанекей. Нұрдос ештеңесін аямайды. Тіпті жүрегін жұлып беруге дайын. Үлкен жолдың бойындағы саябаққа барайықшы, деген Дариға бақытты осында бұрып еді. Осы саябаққа қарама-қарсы жолдың арғы бетінде өзіне таныс үй орналасқан. Дариғаның жиі келетін жері ғой. Нұрдос сөйлеп келеді. Дариға оның бір сөзін естісе, бір сөзін естпей, жан-жағына алақтаумен әлек. Көзімен біреулерді іздейді. Ол тек өзіне ғана аян. Өзі сөз түсінбейтін Бодиның қолын қысып ұстап алған. Әйтпесе қызы жүгіріп кетіп қалады. Бір кезде кілт тоқтап қалды. Бодиның қолын босатып жібергенде байқамады. Ол болса гүл өскен тарапқа өтіп, оларды таптап, жүгіріп кетіп барады. Оған мән берер емес. Екі көзі сонау үйдің екінші подъездінен шыққан еркекте. Ол үй алдындағы көлігін от алдыра бастады. Артынша егіз қыз бен олардың анасы шықты. Анасы. Қыздарының анасы. Көңілді өздері. Егіз қыздың бірі секіріп қояды. Қыдырып бара жатқандарына қуанып тұрса керек. Егіз қыздың бірі жүгіріп көліктің алдына, яғни әкесінің жанына отырып алды. Әкесі. Егіз қыздың әкесі. Көлік бұрылып, қарасын жоғалтқанша Дариға орында тапжылмай қарап тұрды. Бұл кезде Боди субұрғақ жаққа өтіп кетіпті. Нұрдос сол жаққа қарай жүгіріп барады. Ал Жандос мұның қолынан тартып, «Мама, неге тоқтап қалдыңыз?» деп қолына сүйреп тұр екен. Терең ойға бір сүңгіп шыққан Дариға, «Жүре ғой құлыным, жүре ғой. Жай есіме бірдеңе түсіп кеткені», деп жеңіл күрсініп алды. Сырын сақтайды ол. Ешкімге айтпайды. Өйткені егіз қызының бақыты маңызды. Қара басын ойлап, қайғы үстіне қайғы жамап еді. Ендігіде өзімшілдікке салынып, өз ауласына құлпырып өсіп келе жатқан екі гүлінің тамырына зиянын тигізгісі келмейді. Осылай шешімге келген Дариға көз жасын бір сығып алды да, саябақтағы серуенді ары қарай жалғастырды. Бұл әңгіменің соңын тобықтай түйін етіп, қызды көпсінген ерлі-зайыптың тәубеге келуімен аяқтап едім. Дегенмен, көп оқырманым оқиғаның ары қарай қалай өрбігісі келетін білгісі келеді екен. Ол аңсаған Нұрдос пен егіздерін ауыстырып алған Дариғаны тағдыр қашанғы қинасын. Олар онсыз да өз жазаларын алды. Қателіктерін түсінді, тәубеге келді.
Қалған ғұмырларында сол ауыртпалықпен іштей мүжіліп өмір сүру де олар үшін оңай емес. Өмірлеріне бұдан кейін қаншалықты бақыт шуағын шашса да, бір жағы мәңгілікке қара көлеңке болып тұрар айқын. Бақыт шуағы түспейтін тұсы ажалы судан болған екі қызының жайы мен болды қыздың денсаулығы. Ал қалған жағдайды уақыт өзі жаймен реттеуде. Әйелдің қырық жаны бар деп бекер айтпаса керекті. Қыздарының қиқымдалған тағдырына іштей күйіп жанып, өртенсе де, Дариға күйігін сыртқа білдірмей, күндерді артқа тастай берді. Тек анда-санда ғана жалын атқан күрсінісіне оның ішкі әлемінде ар мен өкініштің алау арпалысып жатқаны білініп қалатын. Ешкімге айта алмайтын құпиясын бүгіп өмір сүру де оңай емес. Пешенесіндегі сорымен сүйретіліп жүріп, арадан жылдар өтіп кеткенін де байқамапты бұл Дариға. Тағдырға таяқталған ерлі зайыптының басынан нелер өтпеді десеңші. Опырылған ұяның онын бітемек болып, екеуі басын тау мен тасқа ұрғаны анық. Үңірейген ұяның орнынан тағдырдың ызғары уілдеп, екеуін әбден тоңдырды. Бірін-бірі жылытып, бірін-бірі сүйреп, көңілсіз күндері өтіп жатты олардың. Сонда да әйтеуір бір жақсылықтың болатынына сенімдерін жоғалтпады. Қашанғы қиналсын бұл бейбақтар. Уақыт өте жаратқан екеуін аздап жарылқаған сияқты. Орны толмас екі қыздың қазасы мен Бодидің денсаулығы болмаса, жылт еткен үміт оларды алдамапты. Болдықызды емдету үшін баспаған жері, шықпаған тауы қалмады екеуінің. Ол үшін қаражатты аямады. Кең баспананы сатып, өздері бір бөлмелі пәтерге көшті. Қарызға батты. Бодидің денсаулығын қарату үшін Мәскеуге дейін барды. Бірақ анау айтқандай өзгеріс болмады. Бас ауруы мен ісіне есеп бере алмай құтырып кететіні біраз да болса середі. Оған да шүкір. Бодидің болмысын амал жоқ қабылдады. Мойынсұнды күндер өте. Бұл қыздың тек амандығын ғана тілейтін болды соңында әке-шешесі. Жаниясын іздеп Нұрдос Түркияға барған. Қысқа көйлек киіп, бет-аузын баттитып бояп алған тұңғышын көргенде бұл танымай қалғаны рас. Сағызын шайнаңдаған қызы шәңкілдеп, мұның өзіне ұрысқан еді. Өзі болған қыз Төркін танымай, әкесінің бетінен алып айтқанына көнбеген. Адам танымастай өзгеріп кеткен Жания елге барудан бас тартқан. Кәмелет жасына толып, қандай жолмен болса да, өз нанын өз тауып жеп үйреніп қалған қызына әке өкімі өте қоймады. Сол сәтте қызын ол елден сүйреп қайта ма, әлде аяқ-қолын матап өңгеріп әкеле ме, не істейді? Салы суға кетіп, көз жасын сығып алған Нұрдос жалғыз өзі қайтқан елге. Сол арада жұмысынан да айырылып қалды ол. Қыздарының киімінен жұмысына дұрыс көңіл бөлмей, сыртта көп жүріп қалып еді. Үлкен сауда орталығында жауапты қызмет атқарған Нұрдосқа жұмыссыз қалу соққы үстіне соққы болып тиген анық. Жүнжіп кетті. Табысы аз басқа жұмысқа тұрды. Ол да осы сауда саласы. Тапқаны күн көрістен артылмады. Әйтеуір көштен қалмаудың амалын жасаған. Болдығыз интернатта тек апта соңында келеді. Оған дейін Нұрдос пен Дариға жалғыз Жандостың бетіне қарап отырғаны. Бес қызы бес жұлдыздай жарық беріп тұратын шаңырақ қаңырап қалғандай күй кешіп, қатты қиналды ерлі зайыпты. Кезінде бес қызы бес батпан уайым болып көрінуші еді Нұрдостың көзіне. Тағдыры енді олардың тырнағына зар еткізіп, отағасын оңдырмады-ау. Өмірі оны қатты өзгертті. Нам піскен кеудесі шөгіп, мінезі де салмақтана түскен. Жүрегі жұлым-жұлым болып, іштей қанжылап жүрсе де, Нұрдос әлсіздігін әйеліне білдіргісі келмейді. Депрессияға тез түшкіш әйелі сияқты бәріне қол сілтеп, бүк түсіп жатып алмайды ол. Уайымның жүгін арқаласа да, бір құлап бір сүрініп отбасының арбасын сүйреп жүргені. Бірде көп уақыттан бері хабарсыз кеткен Жания анасына телефон соққан. Сол баяғы жағдай қайталам жатқандай, Дариғаның жүрегі мұздап қоя беріп еді. Мама, мен күйеуге тидім, түрік азаматына. Ол сондай жақсы адам, дейді. Жания түрік азаматымен танысып, оны өзіне ғашық етті. Бірден оп-оңай бола солған жоқ бәрі. Ол Жанияның шынайылығын бағалады. Басқа сұлулар секілді жасанды қылық көрсетіп, өтірікті соққан жоқ. Өзінің жеңіл жүрісті қыз екенін де жасырмады танысқан кезінде. Бірақ жігіт мұның өткенін кінәламады. Жанияның бағына жолыққан болар бұл азамат. Ол түсінеді. Өйткені әке-шешеден ерте айырылған әпкесі екеуі көп қиындық көрген жас кезінде. Мұны оқыту үшін әпкесі барлық жұмысты атқарған. Тәнін де сатып, ақша тауып, мұны оқытқан, шоқытқан.
ол жағын кейіннен білген. Өкінішке орай, жаман ауру жұқтырған әпкесі қайтыс болған еді. Жеңіл жүрісті қыздардың барлығын жамандыққа қимайтыны да сондықтан болар. Жәниямен танысқан кезде әпкесі есіне түсіп, көзіне жас алып еді күйеуі. Сол баяғыдай мен күйеуге тидім деп, телефонмен хабарласқан қызына Дариға жүрегі ауырып тұрса да, шын көңілден бақыт тіледі. Тілін тістеп не айтарын білмей отырып қалған Нұрдос та, іштей қызына ақ жол тілеп, күбірлей беріп еді. Қызым, қай жерде жүрсең де аман жүр, тек жыламашы, сен бақытты болсаң болды деп еді. Ол сәлден соң түрік күйеуін ертіп үйге келген еді Жәния. Орта жастағы күйеу баласын көріп, бұл кезде Нұрдос оның жағасынан алмады. Ақ батасын арқалатып, шығарып салды екеуін. Әкенің ақ батасы болар. Және отбасылық бақытқа бөленгені рас. Кішкене жас ерекшелігімен ұлты бөлек демесең, және өз адамын тапқан секілді. Түркияда жеке мейрамханасы бар кәсіпкер күйеуі Жәнияны үлдемен бүлдеге орап, бар жағдайын жасап қойды. Көңілін бағып, алақандай алайды. Бұл күйеу баласы аз ғана айлыққа телміріп қалған қайнатасы Нұрдостың кәсіп бастауына да көп көмегін тигізді. Күйеу баласының арқасында осы қаладан түрік дәмханасын ашты. Кәсіптері бірден дөңгеленіп ала жөнелді. Сол уақыт аралығында Жәмила да түрмеден шықты. Түрмеден отырды деген аты болмаса, жақсы өнер үйреніп алыпты ол жақтан. Тігін өнерін жақсылап меңгеріп алған Жәмила шыққан соң қарап отырмады. Тігін цехын ашты. Бұл цехтың тірлігіне тек өзі ғана емес, күйеуі де атсалысып, жеке бренд қалыптастыруға шапқылап жүр. Ал үйдің еркесі, серкесі Жандос, алғыр, зерек болып өсіп келеді. Оқуда озат ол домбыра үйірмесіне де барады. Мейірімді, елгезек өзі. Домбыра мен термелерді құйқылжатқанда Дариғаның жанарына шұқ ұялайды. Жар жағасына жетіп, төменге құлдилай жаздаған бұл отбасының тіршілік ақымы уақыт өте өз арнасына түскендей. Бір жағы аңсаңқырап тұрса да, бұл шаңырақтың іргесі аздап болса да тіктелді. Асырап алған әке-шешесінің бауырында мейірім мен махаббатқа бөленіп өсіп келе жатқан егіз қыздары жайлы құпияны Дариға ешкімге айтпады, айтпайды да. Егіздерінің тағдырына араласып, оларды да әрі-сәрі күйге түсіргісі келмейтін, оның мұнысы да дұрыс шығар. Тек анда-санда сол саябаққа барып, жалғыз өзі серуендеп қайтатыны болмаса, қалған жағдайды уақыт реттеуде. Қанаты жараланса да, қайта қонған бақ құсын Нұрдос пен Дариға бағалауға, аялауға көшкен. Жаралы жерден анда-санда қан тамып, жүректі бір сыздатып алатыны болмаса, ел қатарлы күндерін кешуде бұл ерлі зайыпты. Әңгіменің соңы.